Қазақтың асыл азаматтары табысқа өзі ғана жетуді мұрат тұтпай, қанаттас әріптестері мен соңынан ерген бауырларын қолдауды ұмытпаған. Оның белгісі мына қолтаңба. Замандас, қаламдас інішек Сафуан алпысқа келіп. Алдымен қолтаңба беруші хақында. Қазақ сөз өнерінде алыптар тобы деген ұғым қалыптасып, төрттаған сынды төрт тұлға бүкіл әдебиетті төбеге көтеріп тұрды. Сол төрт алыптың бірі Ғабиден Мұстафин еді. Арқадағы қазақтың құйқалы топырағынан жаралып, институт табалдырғын тоздырмай-ақ, шығыс даналығы мен батыс саналығын кеудеге толтырып алған Ғабиден қаламынан айтулы шығармалар туды. Қазақ диханы Шығанақ Берсиевтің тары өсіруден әлемдік рекордын көркем тілмен кестелеген Шығанақ романы, ауылда еңбекті ұйымдастыру қажеттігіне қазақтың көзін ашқан Миллионер романы, қазақ өндірісінің қара қазаны қалай қалыптасқаны туралы Қарағанды қос кітабы Мұстафинді әдебиет тарихында қалдырды. Қызу заманға қиқумен кірген жазушының жылдар өте қаламды суытқаны да жүйеден жүрегі суынғанында жатса керек. Сонда да ізім басқан інілеріне үмітін жоғалтпаған. Інішек Сафуан алпысқа келіп, қарттар қатарына қосылғанына естелік болсын бұл кітап. Енді қолтаңба алушы хақында. Сол ғабеңдердің ізін 20 жыл кейін басып әдебиетке келген Сафуан Шаймерденовтың даңқы мен дүбірі дүйім елге тарады. Инеш романы 20 жылдар студенттеріне, жалпы жастарына қойылған көркем ескерткішке айналды. Ізгілік пен тазалық жыры іспетті бұл кітап тұтас ұрпақтың тағдырын тасқа басып қалдырды. Сосын селдің екпіні, иттің ашуы сынды қоғам өмірінің қайшылықтары мен қиғаштықтарын ашып көрсеткен кітаптары жарық көрді. Бұндай шығармалар арқылы әдебиеттен соқасын суытқан Ғабиден ағасының орнын жоқтатпады. Бертін келе Сафуан сол алыптар тобының даналықтары мен даралықтарын саралаған атақты Ағалардың алақаны кітабын жазды. Сөйтіп, өзі құрметтеген және өзіне сенген буынның алдындағы қарысы мен парысын толық орындады. Естелік болсын бұл кітап. Естеліктердің ең құндысы кітап. Автор Ғабиден Мұстафин. 15 шілде 1982 жыл.